Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен зады. Бүгін ананас салатын дайындаймыз. Өте мерекелік, әрі дәмді болып шығады. Ол үшін бір жалпағырақ ыдыс аламыз. Піскен картофельді ірі теркадан өткізіп, овал формасын келтіріп, тегістеп, майонез жағып шығамыз. Одан кейін мен ветчина алдым халал. Ал сіздер копченый тауық алсаңыздар болады, өте дәмді болып шығады. Мінекей майонез жағып болғаннан кейін ветчинаны саламыз, немесе копченый тауық. Мен сондай кеңес беремін, өйткені копченый тауықтан да жасап көрдік. Менің ойымша сол тауықтан жасалған өте дәмді болады. Үстіне тегістеп біркелкі етіп майонез жағып шығамыз. Овал формасын вилкамен болсын, қасықпен болсын жасайсыздар. Овал формасын. Өйткені біз ананас дайындаймыз, ананас салатын. Ананас формасы болуы керек. Енді егер шайбочка болса, ананас онда 4 бұрышты қылып кесесіздер. Егер сондай түйір-түйір болатын болса, ананас онда сол қалпымен сала бересіздер. Бірақ суын алып тастайсыздар. Үстіне майонез жағамыз біркелкі етіп. Бірақ мен сіздерге кеңес беремін, майонезная сетка жасаған дұрыс сияқты, өйткені қасықпен майонезді жағу өте ыңғайсыз болды. Сондықтан целлофан мешочке майонезді салып, бір ұшын кішкене кесіп, сонымен сетка жасасаңыздар болады. Енді келесі слой жұмыртқа, ол да ірі теркадан өткізілген. Жақсылап тегістеп, үстіне майонез салып, майонезді жағып шығамыз. Енді кез келген бір алма, кез келген сорт, қызыл болсын, жасыл, сары болсын, кез келген үйде қандай алма бар, бір алманы саласыздар да, ірі теркадан өткізіп, жағып шығасыздар. Енді майонезді біраз қасықтай салып, жақсылап жағып шығасыз. Мінекей ананастың формасы жақсы болып шықты. Енді грек жаңғағымен әсемдейміз. Грек жаңғағын мен осылай саламын. Өте әдемі, әрі ананасқа ұқсап шығады. Ал сіздерге грек жаңғағы тым ірі болатын болса, онда кішкене дробить етіп, онда ұсақтап салуыңызға болады. Енді көк пиязды салып әсемдейміз. Мінекей ананас салатымыз дайын болды. Берер алдында холодильникке немесе салқын жерге 3-4 сағатқа шығарып қоясыздар. Мен отбасымда мерекелік дастарханға осындай салат дайындаймын. Өте дәмді, әрі әдемі болады. Сіздер де дайындап көріңіздер, ас болсын.